Құрметті тыңдармандар, әр күн сайын арнамда жаңа әңгімелер мен қиссалар шығып отырады. Егер де сіздерге шығарылымдар ұнап жатса, каналды қолдау мақсатында видеоларға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Адам баласының дүниеге келуі. Адам өміріне ақиқат нұрын шашқан қасиетті Құранда пендені иманға жетелеу үшін алуан түрлі дәлелдер келтіреді. Адам көзін ақиқатқа ашу үшін жаратушы иеміз бірде көкті, бірде жерді, бірде өсімдіктерді, енді бірде жануарларды тілге тиек етіп, олардың жаратылысындағы ғажайып сырларды ашып салады. Сондай-ақ, Құранның көптеген аяттарында адам баласының дүниеге қалай келетіні, Алланың құдіретімен ана құрсағында жатып қандай даму кезеңдерін өтетіні туралы жиі айтылады. Мысалы, Муминун сүресінде: расында біз адамды нағыз сүзілген балшықтан жараттық. Сосын оны шәуеттің бір тамшысы күйінде мықты жерге орналастырдық. Сосын ол тамшыны алақаға, жабысқақ ұрықтанған клеткаға, сосын оны мудғаға, бір тістем ет көрінісіндегі жаратылысқа, сонан соң мудғаны сүйектерге айналдырдық, ал сүйектерді етпен қаптадық. Сосын оны басқа бір жаратылыс жасадық. Алла ең керемет жаратушы делінеді. Осы сияқты мұғжизаға толы аяттар Құранда көптеп кездеседі. Мұндай аяттарда 7-ші ғасырда адамдардың білуі мүмкін емес болған ғылыми детальдар жатқанын байқау қиынға соқпайды. Мысалы, адам шәует сұйығының түгелінен емес, тек бір кішкене бөлігінен, яғни аталық клеткадан жаратылғаны. Екіншіден, сәбидің жынысын аталық ұрық айқындайтыны. Үшіншіден, эмбрионың ана құрсағына сүліктей болып жабысып тұратыны. Төртіншіден, сәби ана құрсағында үш қараңғы кеңістік ішінде өсетіні келтірген. Бұл детальдар 20-шы ғасырда ғылым мен технологияның шарықтау шегінде ғана айқындалғандығы адамды Құранға және оны түсіруші Аллаға жақындата түспеуі мүмкін емес. Енді осыларға тереңірек тоқталсақ. Шәуеттің бір тамшысы. Аталық клеткалар аналық клеткаға жеткенге дейін бірталай сапар шегетіні белгілі. Бұл сапардың соңында 250 миллион аталық клетканың тек 1000 шамасындайы ғана аналық клеткаға жетіп, оның ішінде тек біреуі ғана, тұз ұсағының жартысындай ғана аналық клеткаға кіреді. Яғни, адамның негізі шәуеттің түгелі емес, оның тек бір кішкентай бөлшегі ғана. Құранда бұл ақиқат былайша баян етіледі. Адам баласы өзін еш сұраққа алынбастан басы бос қоя берілемін деп ойлай ма? Ол әу баста тамызылған бір тамшы шәует емес пе еді делінген. Шәует сұйығы тек аталық клеткалардан ғана тұрмайтыны ғылым дәлелдеп отыр. Керісінше ол бір-бірінен бөлек әртүрлі сұйықтардың қоспасынан тұрады. Бұл сұйықтықтар неше түрлі қызметтерді атқарады. Ақиқат айнасы Құранда шәуетті қоспа сұйық деп бейнелеп, енді ашылып жатқан ғылыми детальдарға ишарат жасап тұрғаны таңдай қақтырады. Бұл туралы Құранда: біз адамды әртүрлі аралас қоспа шәуеттен жараттық делінген. Енді сәбидің жынысына келсек. Адамдар көпке дейін сәбидің жынысы аналық клеткалар тарапынан айқындалады деп есептеп келді. Алайда 7-ші ғасырда түскен Құран кәрімде бұл мәселе туралы басқаша мағлұмат беріліп, сәбидің жынысы құрсаққа құйылған аталық клеткадан жаратылатындығы айтылған. Бұл туралы Құранда: ол Алла Тағала еркек пен ұрғашы жұбын ытқып шыққан ер кісінің шәуетінен жаратты деген. Құранда баяндалған бұл деректің растығын генетика мен микробиология ғылымдарының даму нәтижесінде дәлелденіп отыр. Жыныс еркектен келетін аталық клетка тарапынан айқындалады, ал әйел ағзасы бұл жерде ешқандай да рөл ойнамайды. Жыныс адам ағзасындағы хромосомаларға байланысты. Ағзадағы барлығы 46 хромосоманың екеуі жыныс хромосомалары деп аталады. Бұл екі хромосома еркектерде XY, ал әйелдерде XX ретінде белгіленеді. Y хромосомасы еркектік, ал X хромосомасы әйелдік гендерді тасиды. Адам баласының түзілуі жұптала жүретін осы хромосомалардың еркек пен әйелдің бір-бір жұптарының бірігуі арқылы іске асады. Әйелдегі бұл жұптың екеуі де X болса, еркектерде біреуі X, екіншісі Y болады. Демек, жаңа жаратылған сәбидің ұл болуы ана ағзасындағы X хромосомасы мен аталық клеткадағы Y хромосомасының, ал қыз болуы
X хромосомасымен бірігуі нәтижесінде пайда болады. Құран деректерін одан әрі зерттейтін болсақ, ана құрсағындағы сәбидің даму кезеңдері туралы әлі көптеген деректерге қанығамыз. Аталық клетка мен аналық клетканың бірігуі арқылы құралатын зигот атты жалғыз клетка сол арада бөлініп өсе бастайды да бір түйір етке ұқсайды. Алайда зиготаның бұлайша өсуі бос алаңда мүмкін болмағандықтан ол ана құрсағына жабысып ілініп тұрады. Осылайша өзінің өсуі үшін қажетті қоректі затты ана ағзасынан алуға мүмкіндік туады. Талайды таңқалдырған бұл ақиқат Құран аяттарында былайша баяндалады. Сені жаратқан Раббыңның атымен оқы. Ол адамды жабысқақ нәрседен, жатырға жабысқақ клеткадан жаратты делінген. Құрандағы әлақ сөзі араб тілінде ұйыған қан және бір жерге жабысып ілініп тұрған нәрсе деген мағынаны білдіреді. Құранның тағы бір баға жетпес мұғжизаға толы аяты ана құрсағындағы сәбидің өсу кезеңдеріне тоқтала келе, алдымен сүйектер бітіп, кейін сол сүйектерді бұлшық ет қаптайтыны туралы былайша сыр шертеді. Құранда: расында біз адамды нағыз сүзілген балшықтан жараттық, сосын оны шәуеттің бір тамшысы күйінде мықты жерге орналастырдық, сосын ол тамшыны алақаға, яғни жабысқақ ұрықтанған клеткаға, сосын оны мудғаға, бір тістем ет көрінісіндегі жаратылысқа, сосын мудғаны сүйектерге айналдырдық, сүйектерді етпен қаптадық, сосын оны басқа бір жаратылыс жасадық деген. Алла ең керемет жаратушы. Ана құрсағындағы сәбидің өсіп жетілуін зерттейтін эмбриология ғылымы көпке дейін сүйектер мен бұлшық еттер бірге құралады деген қате тұжырымда болып келген еді. Тек технологияның дамуы нәтижесінде ақиқат айғақтарына қол жеткізіліп отыр. Және адамның жаратылуы туралы тағы бір Құран аяттарында былай делінген: сендерді аналарының ішіндегі үш қараңғылықта бір жаратылыстан кейін бір жаратылыспен жаратты. Зүмәр сүресі 6 аят. Зүмәр сүресі 6 аяты жайлы Ибн Касир өз тәпсірінде аятта айтылған үш қараңғылық ол құрсақтың қараңғылығы, жатырдың қараңғылығы және баланы қорғаштап тұратын бала жолдасының қараңғылығы екендігін жазады. 14 ғасыр бұрын, яғни ғылымның дамымаған, микроскоп, УЗИ сияқты құралдардың жоқ кезінде құрсақтағы сәбидің өсіп жетілу, даму кезеңдерін дөп басып, бүге-шүгесіне дейін дәлме-дәл айтып кеткен Құранның жаңалықтарын соңғы технологиялардың көмегімен енді ғана тапқан қазіргі эмбриология ғылымы Құранға еріксіз таңқалып, бұл кітап Алланың шынайы сөзі деп иман келтіруде. Құрметті оқырмандар, әр күн сайын арнамда жаңа оқиғалар болады. Лайк басып, пікір жазып, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар.